Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді кешкі астың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды жасап көрсеңіздер, отбасыларыңыз күнде жасап бер деп сұрайтын болады. Сондықтан рецептіні соңына дейін қараңыздар. Біз ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Бір шұңғылдау таза ыдысқа бір жұмыртқамызды және бір шай кесе суымызды, бір шай қасық тұз және де бір ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз да, ұн сала отырып, қаттылау, кәдімгі еттің қамыры секілді қаттылау қамыр илеп алатын боламыз. Қамырды жұмсақ етіп илеп қойсаңыздар, жайылған кезде қиындау болуы мүмкін. Сондықтан қаттылау қамыр илеп, дайын болған қамырымызды 20 минутқа тындырып қоямыз. Сол арада қазанға май құйып, май қызғаннан соң осылай ірі етіп туралған етімізді салып, етімізді жақсылап қызарғанша бір 5-6 минут шамасында қуырып алатын боламыз. Етті жақсылап қуырып алғаннан соң ірі етіп туралған пиязды салып, оны да 5 минут шамасында қуырып аламыз. Яғни біз әрбір өнімімізді жеке-жеке салып 5 минуттан қуырып алатын боламыз. Содан соң сәбізді де салып 5 минут жақсылап қуырып алатын боламыз. Және дәміне қарай бір шай қасық паприка, бір шай қасық томат пастасын салып жақсылап 3-4 минут шамасында қуырамыз. Содан соң осылай ірі етіп туралған 40 қабатпен картопымызды салып, оны да 5-6 минут шамасында жақсылап араластыра отырып қуырып алатын боламыз. Картопымызды жақсылап қуырып алғаннан соң, осы картоппен бірдей етіп су құйып, қазанның қақпағын жауамыз. Бір қайнағаннан соң астын баяулатып қоятын боламыз. Сол арада біз қамырымызды жайып дайындап аламыз. Мінекей достар, қамырымыздың арасына салатын салманы дайындап алдым. Бір пиязды үккіштен өткізіп дайындап алдым және 2 пиязды ұсақтап турап, қара бұрыш, тұз салып дайындап алдым. Қамырды біз жаңа подливын қуырып жүрген кезде арасына 10 минуттан салып, 2 қайтара жақсылап илеп алдым. Сол кезде қамырларыңыз осындай керемет, теп-тегіс бір қалыпты қамыр болады. Қамырымызды алып, алдымен осылай қолымызбен дөңгелек формаға келтіріп, басып шығамыз да, қамырымызды дәл еттің қамыры секілді етіп, жұқалап, әдемілеп жайып дайындап алатын боламыз. Қамырдың жақсы болып жайылуы оның иіннің қанғанына байланысты. Сондықтан да қамырдың иін жақсылап қандырыңыздар. 20 минутқа қойып, арасына 5-10 минуттан салып, иін қандырып илеп аласыздар. Мінекей қамырымды дөңгелек етіп, әдемілеп жайып алдым. Енді осы қамырдың үстіне сұйық майды құйып, барлық жеріне тигізіп, біркелкі етіп жағып шығамыз. Құрметті менің көрермендерім, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына үлес қосып қойсаңыздар, қуанып қалар едім. Содан соң жаңағы дайындап алған салмамызды салып, оны да барлық жеріне бір тегіс етіп жайып дайындап аламыз да, қамырымызды шетінен бастап рулет тәрізді етіп қысып, жақсылап ауасын шығарып біркелкі етіп орап дайындап аламыз. Қамырымызды орап дайындап алғаннан соң, осылай кішкене қиғашынан пышақпен осылай кесіп шығатын боламыз. Қараңыздар, осылай қиғаштан әдемілеп кесіп дайындап аламыз. Осы қамырларымызды қазір подливаның бетіне орналастыратын боламыз. Мінекей біздің қазанымыз әдемі болып қайнап жатыр. Енді осының үстіне жаңағы дайындап алған қамырымызды әдемілеп орналастырып шығамыз. Жабыспайды. Осылай біркелкі етіп орналастырып, осы қамырмен бірдей етіп кішкене су құйып, бір қатты қайнағаннан соң орташа отқа қойып 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің тағамымыз осылай болып піседі. Тәрелкеге салған кезде осылай қамырын шетке қойып, ортасынан подлива қойып, ас көппен асайын деп берсеңіздер өте керемет болады. Ас болсын достар, міндетті түрде
жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнаған болса каналыма тіркеліп жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесіде шығатын керемет рецептілерді жіберіп алмас үшін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл.